Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Арнамызға қош келдіңіздер. Ең алдымен арнамызға жазылып, лайк басыңыздар. Вавилондағы ең бай адам атты кітаптың шығынды қадағалаңдар атты ережесін талқылаймыз. Кейбіреулерің маған табыстың 1/10 бөлігін әмиянда қалай сақтауға болады? Егер тапқан табыстың өзі толаймен қажеттіліктерді өтей алмаса. Кеше кімнің әмияны бос қалып еді? Бәріміздің де, деп шәкірттер шу етті. Сендерде табыс көзі бірдей емес. Біреулер көп, енді біреулер аз табады. Біреулердің отбасы мүшелері екіншілермен салыстырғанда көбірек. Соған қарамастан әмияндарың түгел босап қалған. Енді сендерге айрықша ақиқатташайын. Ол мынау. Сендердің бәрің айтатын күнделікті қажеттілік, егер оған өздерің қарсы тұра алмасаңдар, табыстарың өскен сайын ол да арта береді. Күнделікті қажеттілік пен көңілдің тойымсыз қалауын шатастырмаңдар. Сендерде көңіл қалауы деген тапқан табыстарыңа сай емес. Сондықтан қолдағы ақшаның бәрі көңіл қалауына жұмсалады. Алайда оған толық қанағаттанатын көңіл қайда? Адамның бәрінде әдетте мүмкіндіктен гөрі көңіл қалауы алға озып тұрады. Мен баймын, демек қалағанымның бәріне қолым жетеді деп ойлайсыңдар ма? Олай емес. Бәріне уақытым да жоқ, күшім де жетпейді. Жүріп өтер жолым да шектеулі. Тәбетім тартқан тағамның бәрінде жей алмаймын. Жаным қалаған өмір қызықшылықтарының бәрінен бірдей ләззат ала алмаймын. Мынаны ескеріңдер. Шаруаның алқабында оның кетпені темеген тұстарда арамшөп қаулайтыны сияқты, адамның мүмкіндігі мол болған сайын, оның көңіл қалауы азаю орнына көбейе береді. Құмарлықта шек жоқ. Сендер оның тек аз ғана бөлігін орындай аласыңдар. Жаман әдеттен аулақ жүріңдер. Өздеріңнің өмірлеріңе қажетті әдетке бас қатырыңдар. Өмірдегі шығынның басты бөлігін солар құрайды. Ақылға салып, оларды қысқартуға да, тіпті жоюға да болады. Сондықтан өздерің ақша жұмсайтын нәрселердің тізімін жасаңдар. Осы тізімдегі ең қажеттілерін және табыстың 9/10 ғана жұмсауға болатындарын іріктеп алыңдар. Қалғанын сызып тастап, оларды орындалмайтын тілектерге жатқызып, ол үшін өкінбеген абзал. Содан соң барлық қажетті шығынды бөліп қарастырыңдар. Әмиянды толтыруға тиіс 1/10 бөлік табысқа қол тигізбеңдер. Бұл орындалуға тиісті ең басты тілектерің болсын. Ал шығын кестесі әмиянды толтыру ісіндегі ең бірінші көмекшілерің болу керек. Осы кезде алтын жіппен әдіптелген қызыл шапанды шәкірт орнынан бұлай тұрып, бұлай деді. Өзім ерікті адаммын. Өмірдің бар рақатын көруге құқығым бар деп білемін. Сондықтан маған ақшаны қайда жұмсауды, немесе жұмсамауды нұсқайтын ұсақ есеп-қисаптың құлы болғым келмейді. Бұл жайт өмірімді қызықсыз етіп, өзімді арқасынан жүк түспейтін есекке айналдырады. Шығыстарда кім саралайды шырағым-ау? Деп сұрады Аркад. Өзім, деді шәкірт. Егер есектің өз арқасына артылған жүктерді таңдайтын мүмкіндігі болса, ол асыл тастар мен кілемдерді, салмағы ауыр алтын құймаларын арқалар ма еді? Жоқ, әрине. Ол жүк құрамында шөп және астық, сондай-ақ шөлді кесіп өтерде ең қажетті су толтырылған местер болуын қалар еді. Шығыс кестесі әмияныңды толтыруға қызмет ететін көмекші ғана. Ол саған барлық қажеттіні береді және орындалуы мүмкін басқа да тілекті жүзеге асырады. Оның көмегімен өзіңе нағыз қажеттіні кездейсоқ көңіл қалауынан ажырата аласың. Ол түнектегі сәуле секілді әмияндағы қаржының текке жұмсалу жолына жарық түсіріп, бос шығынды
тоқтатуға әсер етеді. Сонымен қос бүйірі қабысқан әмиянды сауықтыруға қажетті екінші жол мынадай. Табыстың 9 бөлігінен артық шығыс шықпайтындай етіп, қаржыңды күнделікті қажетке де, сайрандауға да, негізгі көңіл қалауыңды орындауға да жететіндей мөлшерде жұмсай біл. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.